Егер тепе-теңдік концентрациялары А 0,12 мол литр, В тең 0,24 мол литр, С тең 0,295 мол литрге тең, А плюс А қосылған 2В түзіледі. С реакциясының тепе-теңдік константасы неге тең болады? Тепе-теңдік константасының формуласы КТТ тең, К деген константа, ТТ деген тепе-теңдік. Үстінде өнім болады, астында реагент болады. Біздің есеп үшін осы теңдеуді құрастыратын болса, КТТ тең үстінде өнім. Өнім бізде С. Үстінде С болады алынды. Астында бізде А және В заттары формула бойынша көбейтіледі екеуі бір-біріне. В-ның алдында 2 бар, ол дәрежесіне шығып кетеді. Орындарына қоя салатын болсақ, С бізде 0,295, өлшем бірлігі жазбаймыз, өйткені барлығында мол литр. 0,295, А бізде 0,12, В бізде 0,24. 0,24 квадраттаймыз, өйткені В-ның алдында 2. Есептесек 42-де 667 шығады, жуықтаған кезде 42-де 7. Жауаппен сәйкес тұр, иә? Егер H2 қосылған иод 2 түзіледі, 2 H иод реакциясындағы сутек пен иодтың бастапқы концентрациялары сәйкесінше 0,5 мол литр және 1,5 мол литр, ал иод сутектің тепе-теңдік концентрациялары H иод тең 0,8 мол литр болса, сутек пен иодтың тепе-теңдік концентрациялары мен тепе-теңдік константасын есепте. Бізде мынандай бір реакция бар. H2 қосылған иод 2 түзіледі, 2 H иод. Біз концентрацияның жалпы реагент өнімдердің 3 түрлі концентрациясы. Бастапқы дельта деген өзгерген, бұл бізде реакциянікі. Одан кейін тепе-теңдік соңғы реакция жүріп, аяқтап тепе-теңдік орнағаннан кейінгі концентрация. Бағаны әдісі бар. Сутектің астына сутектің концентрациясын жазамыз, иодтың астына иодтың концентрациясын жазамыз, H иодтың астына H иодтың концентрациясын жазамыз. Айтады, бізде сутек пен иодтың бастапқы концентрациялары сәйкесінше 0,5 және 1,5. Сутектің бастапқы концентрациясы 0,5, иодтікі 1,5. Бидай екпей тұрып, бізде бидай болмайды, сондықтан реакция басталмай жатып, бізде өнім болмайды. H иод пока бізде жоқ. Ал иод сутектің тепе-теңдік концентрациясы 0,8 дейді. Яғни H иодтың тепе-теңдік концентрациясы 0,8. Бұл қайдан пайда болды? Басында 0 еді H иод. Значит, реакция нәтижесінде H иод қанша түзілген? Бізде 0,8 түзілген. H иодтың үстіне жазамын 0,8. Астына моль болса, астына коэффициент жазамыз 2. Енді мен H иодтың түзілгені арқылы қанша түзілгенін біле отыра, мен иод пен сутектің қанша жұмсалғанын таба аламын. Бұлар реагент қой, реагенттер жұмсалады, Иодтың астына 1 жазамын, пропорция шешетін болсақ 0,4 шығады. Сутекті де тауып аласам, бір пропорциямен шешетін болсам, 1-ді 0,8-ге көбейттіремін, 2-ге бөлемін, Қанша шығады сонда бұл да? 0,4. Сутек бізде 0,4 жұмсалады. Иод тоже бізде 0,4 жұмсалады. Бұлар реагент жұмсалады, яғни алдарында минус болады. 0,5 болған, 0,4 түскен, яғни тепе-теңдік кезінде бізден 0,1 қалған. 1,5 болған, 0,4 түскен, яғни иод бізде тепе-теңдік кезінде 1,5-0,4 алып тастайтын болса, 1,1 моль қалады. Бізде жауаппен сәйкес тұр, сутек 0,1, иод 1,1. Енді тепе-теңдік константасы. Тепе-теңдік константасын табу үшін КТТ тең. Үстінде өнім дедік, өнім бізде H иод. Алдында X бар, дәрежесіне квадрат шығып. Астында H2 және иод 2. Енді тепе-теңдік концентрацияларын қою керек мұнда. H иод бізде 0,8 квадраты астында. Сутек бізде 0,1, иод бізде 1,1. Есептейтін болсақ, 0,8-дің квадраты бізде болады 0,64. 1-1-ді 0,1-ге етсек, 0,11 болады. Есептеп шықсақ, 5,82 шығады. Жауаппен сәйкес тұр. Қайтымды реакция А плюс В түзіледі, екісі теңдеумен сипатталады. А және В заттарының әрқайсысы 1 мольден алынды.
тепе теңдік орнағанда қоспада 1,5 моль с заты қалады. Тепе теңдік константасын табыңдар. Вау, кеттік, реакцияны жазып қояйық. А қосылған В түзіледі 2с. Иә, 2с. Жаңағы кестені сызамыз. Иә, бастапқы концентрациясы бар, дельта өзгеріс реакцияға түскені бар, және тепе тең соңғы реакция біткеннен кейінгі. Иә, жазып қоя салайық. Аның астына А затының концентрацияларын жазамыз, Б-ның астына Б затының концентрацияларын, және С затының астына С затының концентрацияларын жазамыз. Так, айтады. А және В заттарының әрқайсысы 1 мольден алынды. То есть бастапқыда бізде А заты 1 моль, Б заты 1 моль. С заты бізде қанша моль? Реакция басталмай жатып, бізде өнім болмайды, яғни 0 болады. Иә, бидай жатып, бізде бидай болмайды. Тепе теңдік орнағанда қоспада 1,5 моль С заты қалды дейді. То есть С затының тепе теңдігі бізде 1,5. Яғни реакция нәтижесінде қанша С түзілген? 1,5 моль түзілген. То есть реакция нәтижесінде реакцияда концентрацияларды біз үстіндегі реакция апарып қоя аламыз. 1,5 моль берілсе, астында коэффициент жазамыз 2. Осы арқылы мен А мен В-ның түскенін тауып аламын. Пропорция 1-ді 1,5-ға көбейттіремін, 2-ге бөлем. Сол кезде бізде 0,75 шығады. А-ны да тауып аламын. Яғни А заты бізде жұмсалған 0,75. Реагент қой, А бізде ол жұмсалады. В заты бізде тоже 0,75 жұмсалады. Бірден 0,75 алатын болсақ, 0,25 болады. Бірден 0,75 алатын болсақ, 0,25 болады. Иә? Енді осы тепе теңдік концентрациялар арқылы мен тепе теңдік константасын табамын. К-т тең. Үстінде өнім бізде С. Алдында 2 бар, үстінде квадрат болады. Астында А бар және В бар. Иә? Орындарына қоя саламын. К-т тең. С. С-ның тепе теңдік концентрациясы бізде 1,5. Иә? 1,5-ның квадратын қоямын. Астында А бар бізде. А мен В бізде 0,25 және 0,25. Иә? Есептеп шығатын болсам. 2-де 25. Астында 0,25-ның квадраты болады. Есептейтін болсақ, 36 шығады. Иә? Жауаптың сәйкес. Төртінші есеп. А, В және С заттарының әрқайсысынан 3 мольден алынып араластырды. 2А ыдырайды, В қосылған С жүйеде тепе теңдік орнағанда С затының 4 молі қалды. Тепе теңдік константасын есептеңдер. Есептейік. 2А түзіледі. В қосылған С. Концентрацияларын жазып алайық. Бастапқы концентрациялар, реакцияға түскені бар. И тепе теңдік кезінде концентрациялар бар. Тепе теңдік. Барлығымызды 3 мольден алған дейді. А және А, В, С заттар 3 мольден алған. 3 мольден алған және тепе теңдік орнағанда С затының 4 молі қалды дейді. С затының тепе теңдігі бізде қанша моль дейді? 4 моль. Яғни басында 3 моль болған, реакциядан кейін 4 моль болып кеткен. Яғни реакция нәтижесінде қанша қосып алған? 1 қосып алған. Иә, С бізде 1 моль қосып алған. Өнім. 1 моль берілсе, астына коэффициент жазамыз. 1. В бізде тоже өнім тауып алайық. 1 болады. В тоже бізде 1 қосып алған. 3-ке 1 қосам қанша болады? 4 болады. А-ның жұмсалғанын тауып көрейік. 2. Астына 2 жазамыз, потому что коэффициент 2. 2-ні 1-ге көбейтірем, 2 бөлім 1-ге 2 болады. А бізде реагент, сондықтан ол жұмсалады. 3-тен 2-ні аламын, 1 қалады. Енді тепе теңдік константасын есептейтін болсақ, К-т тең. Үстінде өнім болады. В және С астында реагент. А-ның квадраты болып тұр. К-т тең болады. В мен С-ның концентрациялы бізде 4 көбейтірген 4. Астында 1-дің квадраты. 1-дің квадраты 1 болады. Яғни 16 бөлеміз 1-ге шығады 16. Сосын шықтыр, 5. НО қосылған O2 түзіледі NO2. Жүйедегі заттардың тепе теңдік концентрациялары. Мынадай тепе теңдік константасын зерттеп тепе теңдіктен сипатталған. Біз қатты басымызды ауыртпайды екенбіз бұл жолы. Бізге барлық тепе теңдік концентрацияларын беріп қойған, бізге тупо формула қойсақ болды. Үстінде өнім NO2
алдында x бар, квадраты болады. Астында no бар, тоже алдында x бар, бұның тоже квадраты болады. Көбейтіреміз y2. Оның дымы жоқ. Енді no2 бізде 0,4 квадраты болады. Астында no 0,2 квадраты болады. Көбейтіреміз 0,3. Есептейтін болсақ, үсті 0,16, асты 0,04, көбейтіреміз 0,3. Үстінде болады 0,16, астында 0,012. Есептейтін болсақ, 13-те 3 шығады. Жауаппен сәйкесіп тұр. Арға кеттік. А2 ерітінді, яғни сулы күйден жылы. В2 ерітінді, түсіреді 2АВ тоже сулы ерітінді. Қайтымды реакциясының тепе-теңдік константасы белгілі бір температурада 0,25-ке тең. А2 және В2 заттарының бастапқы концентрациялары сәйкесінше 1 мол және 3 мол. А2 және В2 заттарының тепе-теңдік концентрацияларын анықтаңдар. Бұл есеп кішкене қиындау, дискриминантпен шығады. Давайте қарап көрейік. Бізде А2 деген зат бар. Ерітіндісін жазбай қойын, барлығы қарастырылады. Қатты болса концентрациясы қарастырылмайды негізі. А2 қосылған В2 түзіледі 2АВ. Бізге тепе-теңдік концентрацияларын табу керек. Бізде 3 түрлі концентрация бар. Бастапқы реакция басталмай тұрып, одан кейінгі реакцияға түскені бар. Одан кейін тепе-теңдік күйінде концентрация бар. Дұрыс па? Енді былай жасаймыз, қараймыз. Бастапқы концентрация белгілі температура 0,25-ке тең. Тепе-теңдік константасы бар бізде. К-татымыз бізде 0,25-ке тең. А және В заттарының бастапқы концентрациясы сәйкесінше 1 және 3. А заты бізде 1, В заты бізде 3. Концентрациялардың тепе-теңдік концентрациясын анықтау керек. Бізге осы екеуінің тепе-теңдік концентрациясын анықтау керек. Мына жағын анықтау керек, получается. А мен бұның тепе-теңдік концентрациясын тауып керек. Біз ойлайық, А затының X молі түсті дейді. Онда В затында моль X болады, потому что коэффициенттер бірдей. Бірді X-қа көбейтіп бірге бөлсем 2 шығады. Мұнда АВ қанша түзіледі? Бізде 2X түзіледі. АВ бізде өнім бастапқыда 0 болады. А бізде X жұмсалған, минус X. В бізде тоже X жұмсалған. Минус X жұмсалған. Сол нәтижесінде қалады. Мұнда бізде 1 азайттырылған X қалады тепе-теңдік. Мына жақта 3 азайттырылған X. Мына жақта 2 АВ бізде өнім, ол 2X түзіледі. Мына жақта да 2X қалады. Енді осының тепе-теңдік константасын саламын. К-т тең болады. Үстінде өнім бізде АВ. АВ алдында X бар, квадраттаймыз. Астында А2 көбейтілген В2 тең болады. АВ бізде 2X квадраттау керек. Бұны бізге астында АВ екеуді X-тан. X көбейтілген X. Кешін тұрайын қазір. Бізге тепе-теңдік концентрацияларын қарастыру керек. А затының тепе-теңдік концентрациясы бізде 1 минус X. А затының жазам 1 минус X. В затынікі 3 минус X. Есепсеп қиындау деп айттым. Дискриминантпен шығады. Бұл бізде тең болады. Тепе-теңдік концентрация қаншаға тең болып тұр? 0,25. Осы теңдеуді ары қарай шешеміз. 2X-тің квадраты, 2-нің квадраты 4, X-тің квадраты 4. Мұнда теремділік заңы деп айтады, деймін, жақшан ашқан кезде барлығына көбейтіліп шығады. 1-ді 3-ке көбейтірсем 3 шығады. 1-ді минус X-қа көбейтірсем минус X шығады. Минус X-ті 3-ке көбейтірсем минус 3X шығады. Минус X-ті минус X-қа көбейтірсем плюс X квадрат шығады. Бұл тең болады 0,25-ке. Ары қарай есептейміз. Теңдеу шешеміз. Астына 1 деп аламыз, пропорцияны көбейтеді. Есептесек 4X квадрат. Астында 3 минус X-тан 3X алатын болсақ, минус 4X шығады бізде. Қосылған X квадрат тең болып тұр 0,25.
Осы жерден теңдеуді есептейтін болсақ, 4х квадрат бізде 1-ге көбейтіледі мына жақта, значит 4х квадрат пропорциялы былай көбейтіледі, 2 бір-біріне тең. 4х квадрат тең мына жақта 0,25-ті 3-ге көбейтірсем 0,75 болады. 0,25 минус 4х көбейтірсем минус х болады, плюс 0,25х плюс 0,25х квадрат, иә, 25х квадрат. Теңдеулердің бәрін бір жаққа жинаймын. Сол кезде бізде шығады 4х квадрат мына жаққа әкеле салайын, иә. Сосын бізде шығады 4х квадрат минуспен келеді, сонда минус 3,75х квадрат минус х плюс 0,75 шығады. Біз тең 0-ге. Енді осы теңдеуден қазір біз дискриминант шығарамыз. Мына дискриминант формуласы ax квадрат плюс bx қосылған с деген формула тең 0-ге деген бар еді. Сонда бізде v-ның орнында мына теңдеуде минус 1 тұр. A-ның орнында минус 3,75 тұр. С-ның орнында 0,75 тұр. Енді дискриминантпен таласыламыз. Дискриминант тең болады b квадрат минус 4ac деген формула бар еді. b квадрат минус 4ac деген. Есепке саламын. b бізде 1. 1-дің квадраты минус 1-дің квадраты полигон 1 болады. Так, енді азайып тұрамыз. 4 көйтірем. А менде минус 3,75. Көйтірем минус 3,75. И сым 0,75. Тең. Есептесем шығады 1 қосылған 11,25. Бұл шығады 12,25. 12,25 бұл біздің ненің квадраты? 3,5-ның квадраты. Енді маған x тау керек. X тең. X тең бізде минус v. Минус v. Плюс минус түбір астында d. Астында 2a. Минус v бізде минус 1. V бізде минус 1 болады. Минус 1 болады. Мына жақтан бізде плюсмен шықпайды, бізге минусы керек. Плюсмен шықпайды, бізге минусы керек. 3,5. Плюсмен шығады, плюс 3,5. Астында 2a. 2 көбейтіреміз, минус 3,75. Есептейтін болсақ, тең. Минус 1-ден 3,5 болатын болсақ, 2,5 болады. Астында 2-ның алдында минус бар, ұмытпаймыз. Минус v мына жерде бізде плюс 1 болып кетеді. Бізде плюс емес, минус тұрамыз. Сол кезде 1-ден 3,5 болатын болсақ, минус 2,5 шығады. Астында 2-ні минус 3,75-ке көбейтетін болсақ, бізде минус 7,5 шығады. Сол кезде бізде 0,33 шығады. X тауып алдым. Бізде 0,33 шығады. Мына жерде есептейтін болсақ, тепе-теңдік концентрациялары 1-ден 0,33-ті ала саламыз. Шығады 0,67. Жауаппен сәйкес тұр. Мұнда астына қарасаңыздар. И мұнда 3-тен азайттыра саламыз 0,33-ті. Мұнда тең болады 2,67. Сәл қиындау есеп. Нормально. Бізде жауап шықты. Ары қарай кеттік. Мына жүйеде СО қосылған хлор-2 түзіледі. СО хлор-2 заттардың алғашқы концентрациялары мынандай болса, көміртек оксидінің тепе-теңдік концентрациясы мынанша болғанда, тепе-теңдік константасы қанша дейді. Давайте көрейік. СО қосылған хлор-2 түзіледі. СО хлор-2. Фосген деген зат бар. Барлығы газ қарастырылады. Концентрациялар қатты жоқ. Бастапқы бар, реакцияға түскен концентрациялары және тепе-теңдік реакция біткеннен кейінгі концентрация. Есепке салайық. Системамызды құрып бастаймыз. Хлордың концентрациясы. СО мен хлордың концентрациясы реакция жүрмей тұрып, бізде бидай екпей тұрып, бізде бидай болмайды, яғни өнім бізде пока жоқ. 0. Айтады, көміртек оксидінің тепе-теңдік концентрациясы 0,120 дейді. СО-ның тепе-теңдік концентрациясы 0,120. Бұл бізге не береді? Бізден тепе-теңдік концентрациясы сұрап тұр. КТ қанша деп бізден. 0,20. Есептейік, 0,28 болған, 0,20 қалған. Яғни реакцияға қанша түсіп кеткен? 0,08 СО түскен. Вау.
мен осы түскен СО арқылы басқа реакция қатысқан және түзілген заттар тауып аламын. мынасына бір қоямын, хлордың астына да бір қоямын, потому что коэффициент бір. есептеп аламын. Хлор тоже бізде қанша түскен екен? 0,08. 0,08. 0,09-дан 0,08 алатын болсақ, бізде шығады 0,100-ден 1. Яғни хлордың тепе теңдік концентрациясы 0,100-ден 1. СО хлорекін де тауып аламын. Бұл бізде өнім, бұл түзіледі. 1-ді 0,08 көбейтіремін, 1-ге бөлем, шығады 0,08. СО хлорика бізде тоже түзіледі. 0,08. 0-ге 0,08 қосатын болсақ, шығады 0,08. Все, тепе теңдік константасына қоя саламыз формуланы. Тең болады үстінде. Өнім бізде СО хлорика. Реагенттер бізде СО және хлор 2. Ондарына қоя салайық. СО хлорика бізде 0,08. Астында СО 0,2. Хлорика бізде 0,100-ден 1. Есептеп шығатын болсақ, бізде тепе теңдік константа 40 шығады. Жолпен сәйкес тұр, 8. Белгілі бір температурада бастапқы алынған 5 моль СО мен 4 моль хлор 2 газы әрекеттесу нәтижесінде 1,5 моль СО хлор 2 түзілген. Жүйеде тепе теңдік константасының мәнін анықтаңдар. Анықтап көрейік. СО мен хлор әрекеттескенде СО қосамыз хлор 2 түзіледі СО хлор 2. Мұнда бізде бастапқы концентрация бар, реакцияға түскен концентрация бар және тепе теңдік концентрациясы бар. Кестеміз болайық. Қисықтау ол кесте болып тұр ендік. Жақсы. СО-ның астына жазамыз, хлоридың астына хлордың концентрациясы бар, СО хлоридың СО хлорид. Алынған 5 моль СО және 4 моль хлор бар. То есть СО-ның бастапқы концентрациясы 5 моль, хлордікі 4 моль. СО хлор 2 0. Потому что реакция жүрмей тұрып, өнім болмайды бізде. Әрекеттесу нәтижесінде 1,5 моль СО хлор 2 түзілген дейді. То есть хлор 2-ның тепе теңдік концентрациясы 1,5 моль. Реакция біткенде 1,5 моль болған. Яғни реакция нәтижесі 0 болған, 1,5 моль түзілген. То есть реакция нәтижесінде түзілген 1,5 моль СО хлор 2. Түсіне жазып қоямын. 1,5. Асты 1. Реакция түскен бір зат таба алсам, мен қалған бәрін таба аламын реакция түскен. Хлордан моль таба аламын. Коэффициенттер 1, яғни бұл тоже қанша моль түседі? 1,5. СО тоже 1. 1-ді 1,5 көтеремін, 1-ге бөлемін. 1,5 моль. СО бізде тоже 1,5 моль түскен. Бұл реагент, мөлшерлер азайтылады. 5-тен 1,5 алатын болсам 3,5 болады. 4-тен 1,5 алатын болсам 2,5 болады. Все, тепе теңдік константасының формасына қойылады. Үстінде өнім бізде СО хлор 2-ның концентрациясы. Астында реагенттер СО и хлор 2-ның концентрациясы. Есептейік. КТТ тең. СО хлор 2-ның концентрациясы бізде 1,5. Мыналардікі 3,5 және 2,5. Есептеп шығатын болсақ, 0,117 шығады. Жауаппен сәйкес тұр. 9-шы есеп. СО қосылған H2 түзіледі СО2 қосылған H2 реакциясына қатысатын заттардың бастапқы концентрациялары осынша. Реакцияның тепе теңдік константасы 1-ге тең. Реакция қатысушы заттардың тепе теңдік концентрацияларын есептеңдер. Қызық есеп. Давайте шығарып көрейік. СО қосылған H2O түзіледі СО2 қосылған H2. Жазып аламыз. Концентрацияларымызды бастапқы реакцияға түскен және тепе теңдік. Бәрнесі жазайық. СО, H2O, СО2 және H2. Ой, что ничего емес кестелер. Так, бастапқы концентрациялары 0,1 және 0,4 дейді. СО-ның бастапқысы 0,1, H2O-ның концентрациясы 0,4. Тепе теңдік константасы 1-ге тең. КТТ бізде қаншаға тең? Бізде КТТ тең болады қанша екен? 1-ге. Так, маған барлығының тепе теңдік концентрациясы керек. Төртеуінің де концентрациясы керек. Мыналарды тауып қолым. Мен білмеймін қанша түскен моль X деп ала салам. Барлығының молі X болады. Потому что бұлар түзілген. Барлығының алдында коэффициенттер 1, яғни барлығы да X мольден болады.
со бізде x0 жұмсалады, h2 тоже x0 жұмсалады. Өнімдер бастапқысы бізде 0, иә, бидай екпей тұрып бидай болмайды дедік, иә, бізде. Мұнда бізде плюс x түзіледі, өнімдер болады плюс x. Соның нәтижесінде со-ның тепе-теңдік концентрациясы 0,1 минус x, h2-нікі 0,4 минус x. Мына жақтікі x и және x. Проблема жоқ деп ойлаймын. Енді КТТ-ға салатын болсақ, үстінде өнім СО2 және H2. Астында СО қосылған, көбейтілген H2. Иә? Орындарына қоя саламын. КТТ тең болады. СО2 мен H2-ның концентрациялары бізде X, тепе-теңдік концентрация X көбейтілген X. Астында СО. СО-нікі бізде 0,1 минус X. Ал H2-нікі 0,4 минус X. Есептейтін болсам, X-ға X-ті көбейтсем, X квадрат болады. Мына жақта теңдеу қалай болады? 0,1-ге 0,4-ті көбейтсең. 0,1-0,4-ке 0,04 минус 0,1x. Мына жақта x былай фонтан болады. Минус x 0,4 көбейтсең минус 0,4x болады. И минус x-ға минус x көбейтсең x квадрат болады. Тең. Есептеп алатын болсақ, x квадрат астында 0,104 минус 0,5x қосылған x квадрат. X квадрат. Айтып тұр, бұл бізде қаншаға тең дейді? Тепе-теңдік константасы 1-ге тең дейді. Осы шеттен шығарып алатын нәрсе. X бірдің астына да бірді 1-ге бөлсек ештеңе алмайды, иә? Крест-накрест көбейтіледі пропорция, x квадратты 1-ге көбейтірем. Өзі шығады, иә? И 1-ді мына жаққа көбейтсем, тоже өздері шығады. 0-ден 0,4 минус 0,5x қосылған x квадрат, иә? X квадрат x квадрат сатып береді. Минус 0,5 былай лақтырып жіберем. Мына жақта минуспен тұр. Теңдеудің сол бетіне плюспен өтеді. 0,5x тең 0,04. X есептейтін болсақ 0,02. 0,02. Есептейтін болсақ, мына жерде x таптық. 0,1-ден x азайтатын болсақ, 0,1-ден 0,2-ні алатын болсақ, бізде шығады 0,8. Су 0,4-ден азайттыратын болсақ, 0,4-ден азайттыратын болсақ, 0,1-ден 38. Мына жақта СО2 бізде 0,. Ой, қателесіп кеттім. Басып бұрағыма. Мына жерде калькулятормен қателесіп кеттім. 0,04-ті 0,5-ке бөлетін болсаң, 0,8 шығады, иә? Мына жерде 0,08 азайттыратын болсаң, 0,02 шығады. Мына жақта 0,4-тен 0,08-ді алатын болсаң, 0,32 шығады. Мына жақта x-ның өзіне тең, иә? 0,08. Мына жақта тоже 0,08. Осымен бітті.